Саламатсыздар ма ұстаздар мен оқушылар? Қылмысқа жол жоқ атты айлық іс-шара барысында рухани байлық жан дүние тақырыбында кешкілік атты 11-ші Б сыныптың орындауында сахналық қойылымды тамашалауға шақырамын. Қазір кешіп қаламыз ғой. Темірланның туғанында күн деп отқан жоқ. Мынау мен мына жерде Дони деген мейрамхана бар, сол жерде отырмын. Тойға барсаң тойып бар демекші, мына жерден бірдеме жей тұрайын. Сен жүреріне ерте ақ кел. Аха, давай, түр. Саламатсыз ба? Не тапсырыс бересіз? Қазірше маған шығын бере тұршы. Жарайды, 3 минуттан болады. Ей, не істедің мынаны? Кешіріңізші, байқамай қалдым ғой. Көзіңе қарамайсың ба? Қаласаңыз жуға кетпейін. Кетпейді мынау. Көйлектің аш суретінің білесің ба сен? 100 мың теңге тұрады. 100 мың. Ештеңе бөлмеймін, мынаны қазір көйлек, немесе бастығын шақыр. Ағай, менің айлығым 20 теңге. Қаласаңыз келесі аптада әкеліп Бір апта ешқандай шаруам жоқ. Қазір төле. Осындай қолғойсыз қыздарды қақымдау болады ма? Тоқтат болсын. Қарындасыңыз әлі әдейістелмеген шығар. Сен қойшы, сегізге өлген жоқ қой. Осындай кезде бәрі мейірімді бола аласыңдар әйтеуір. Көйлегін қанша алады болсын? 100 мың. 100 мың берсем, осы көйлек менікі ме? Иә. Бар болсын, 100 мың теңге. Енді көйлек менікі ғой. Иә. Жарайды онда. Ертерек барып, көйлек алып, қоғамға барып керек. Тоқтат болсын, қайда барасың затым ғой. Сонда қазір саған көйлек шешіп беруім керек пе? Иә, болсын. Бұны мен қазір ғана сенен сатып алған жоқпын ба? Онда өз көйлегімді өзім сатып аламын. Мен бұған не көйлекті саған қайттан 200 мың теңгеге сатамын. Мен өзім білем қанша баға қойсам. Жарайды онда дос, айып етпе. Өзім қатем мен түсіндім. Жүрекке түскен дақты қайттан өшіру қиын. Ал киімге түскен дақты қайттан кетіре аламыз. Бұл ескі рет жаңасын алмастыра аламыз. Бағана қарындасымыз әдейі істемеген шығар. Қарындастарымыз әдейі істеп жүрген жоқ. Бұл жерде сен қарындасың болғанда не істейтін едің? Жай ғана қарындасымыздан кешірім сұрай сал. Досым, мейірімді болайық.